Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте керемет, дәмді, әдемі болып шығатын үй жағдайында жасалатын аз ғана заттан пирог жасайтын боламыз. Міндетті түрде каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Видеоны соңына дейін қарап, қоңырауша белгісін баса кетіңіз. Алдын ала құрғақ ыдысымызға 3 жұмыртқамызды дайындап аламыз. Қантымызды салып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Бөлме температурасында тұрған маргаринімізді салып, араластыратын боламыз. Айран қостым. Егер сізде айран болмаса, сүт қолдануларыңызға да болады. Осылайша жақсылап араластырып, жарты стакан сұйық май қостым. Ұнымыздың үстіне ас содасын салып, қамырымызды жасайтын боламыз. Сұйықтығы осылай болып шығу керек. «35 минутта пісіріп аламыз». Осылайша құрғақ ыдысымызға бір жұмыртқамызды салып, 3 қасық майонез салдым. Қантымызды салып, жақсылап араластырамыз. Осылайша жақсылап араластырып, енді ұнымыздың үстіне ас содасын салып, яғни какаомызды салып, осылайша қамырымызды жасап аламыз. Лопатканың көмегімен жақсылап араластырып, сұйықтығы осылай болып шығуы тиіс. Енді осындай шырша қалпымызды алдын ала майлап алдым. Осылай ыдысымызға салып, 35 минутта шырша пирогымызды да пісіріп алатын боламыз. Осылайша біздің пирогтарымыз пісіп дайын болып шықты. Енді пирогымыздың ортасына осылай алдым. Осылайша шыршамызды, пирогымыз дайын болды. Өте керемет. Үстіне қант ұнтағын шашып, осылайша әдемі болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Өте керемет әдемі болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіз. Менің каналымның дамуына өз үлесіңізді қоса кетіңіз. Лайк басып, комментарий жазып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Видеоны соңына шейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Келесі видеода көріскенше.